Сәлем достар, осындай ауызда қытырлайтын капуста тұздайтын боламыз. Ол үшін бізге әбден піскен осындай ақ капуста қажет. Жасыл капуста бармайды. Олар себебі кішкене жұмсақтау болғандықтан былшырап кетеді. Осындай нағыз сочный, яғни балғын және ақ түрінен дұрыстап таңдап алуымыз қажет. Алдымен 40 қабатты төртке бөліп аламыз. Ортасынан және оны да тағы да екіге бөліп, осылай төртке бөліп аламыз. Төртке ыңғайлы етіп бөліп алғаннан кейін, осылай үккіштен, яғни теркадан өткіземіз. Ал терка болмаған жағдайда қолмен де турауға болады. Теркадан өткізгенде қолымызға өте абай болуымыз қажет, және де осындай уақ бөлшектерін алып қойып, кейін турап жібереміз. Барлығын теркадан өткізіп алдық. Бізде бұл жерде 3 килограмм орам жапырақ болды. Ал енді сәбізді де үстіне өткіземіз. Бізде бұл жерде 1 килограмм капустаға, яғни 1 сәбіз кетеді. Яғни бізде бұл жерде 3 килограмм капустаға 3 орташа сәбізді осындай теркадан өткізіп аламыз. Келесі кезекте барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты мұжып, қысып қажеті жоқ, тек қана сәбіз барлық жеріне араласатындай етіп, жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Кішкене осылай мұжып жібереміз, бірақ қатты қысып езгілемейміз. Себебі бізде қазір суда тұрғанда капустамыз былжырап кетпей, хрустящий, яғни қытырлақ болып шығуы қажет. Енді бізге лавр жапырағы және қара бұрыш қажет болады. 1 килограмм капустаға 2-3 данасын жіберсек болады. Ал қара бұрышты дәміне қарай саламыз. Және де душистый бұрыш салсақ та өте керемет шығады. Бірақ қазір менде қолда жоқ болғандықтан салып жатқан жоқпын. Тағы да кішкене араластырып жібереміз. Барлығын араластырып алдық. Енді осылай банкілерге салатын боламыз. Бізге 3 килограмм орам жапырағымызға 2 осындай 3 литрлік банка қажет болады. Қолымызбен осылай нығыздап жібереміз. Банкымызды аузына дейін толтырмаймыз, тек осылай мойнынан келтіреміз. Себебі біз қазір су құятын боламыз. Енді дәл осылай екінші банкымызға де барлық капустаны салып шығамыз. Енді бізге су қажет болады. 2 литр су алдым, және бір банкымызға 1,5 ас қасықтай тұз салатын боламыз. Жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Суды 2 банкіге бөліп құямыз. Бұл жерде бізде азғантай жетпей қалды. Сол себепті тағы да кішкене су құйып, үстіне жарты қасықтан тұз салып, тағы араластырып 2-ге бөліп құйдық. Бетіне қақпақ жауып, астына ыдыс қойып, бөлме температурасында 1 күн қоямыз. 1 тәулік өтті, мінекей су жиналды, оны төгіп тастаймыз да, біз ағаш қасық немесе ағаш пашканың көмегімен пайда болған газдарды осылай шығарып отырамыз. Таңертең және кешкі уақытта дәл осылай газды шығарып отыратын боламыз. Басында жағымсыз иіс болуы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейді. Ол бактериялар дайын болғаннан кейін ол иіс мүлдем жоқ болып кетеді. Біздің квашеный капустамыздың дайын болғанын қайдан білеміз? Яғни 2-3 немесе 4 күн өткеннен кейін ол бөлме температурасына байланысты осындай газдың шығуы тоқтайды. Сол кезде біздің капустамыз дайын болады.
Ал әзірше осылай қақпағын кері қаратып жауып, ауа кіретіндей етіп, қайтадан қоямыз. Дәл осылай екінші банкімізді де газдан шығарып отырамыз. Жаңаға айтып кеткенімдей, таңертең және кешкі уақытта жатарға қарай бір тәулікте 2 мезгіл шығарып отырсақ болады. Біздің капустамыздың тұрғанына бүгін 4-ші күн. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай газ шықпайды енді. Барлығы шығып бітті. Және де суы көтеріліп, азайып қалды. Мінекей, бірен-саран болмаса газ жоқ. Яғни біздің квашеный капустамыз дайынға жақын болып қалды. Дайын квашеный капустамызды тағы да бір тәулік тоңазытқышта ұстасақ өте керемет болады. Келесі күні кез келген тағам түрлеріне, салат түрлеріне немесе дәл осылай өзінде пайдалана беруге болады. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, менің каналыма қосылып, лайк басып, комментарий қалдырып және подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.